нан қоқымын жеп бай болғандар бар ма деп қалжыңдап жатамыз, бірақ оның астында терең мән жатқанын түсіне бермейміз. Бірде Ыбырайым пайғамбар Құдайға: «Уа жаратушы ием, өзімді бай еттің, төрт түлігімді сай еттің, алмақтың да салмағы бар» деген мыңғырған малдың сұрауы қиын бола ма деп қорқамын. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын дейді. Алла оған: «Ей Ыбырайым, берекем қашып, малым сарқылсын десең, бұдан былай нанды отырып емес, аттың үстінде же, нанның қоқымы шашылып, жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекең кетеді. Мен ырысты нанның қоқымына жасырғам. Сен аш жегенде бір түйірінде жерге түсірмей, етегіңе салып жинап аласың. Сондықтан береке дарып, саған дәулет те тез бітті» дейді. Нан қоқымын теріп же, бай боласың деген сөз Ыбырайымнан қалыпты деседі. Осы тыйымға орай ел ішінде мынадай қызықты аңыз сақталған. Ертеде ағайынды жалшы жігіттер байдың қойын бағып жүреді екен. Бай олардың еңбек ақысына бір жапырақ нан мен бір кесе сүт береді екен. Бір күні ағасы нан жеп отырып, оның қоқымын жерге түсіріп алады. Ысырап болды ғой деп, нанды іздей бастайды. Кеш батып, қас қарайып қалған кез екен. Ол нанның қоқымы түскен жерге таяғын қадап кетеді де, ертең жарық кезде келіп тауып алармын деп ойлайды. Ертесіне келсе, таяғы қап-қатты, ауыр темірге айналып кетіпті. Оны жерден әрен дегенде суырып алады. Қараса, темір дегені алтын екен. Жігіт бір күнде байып шыға келеді. Ертесіне інісі қалай байығанын сұрайды. Ағасы болған жайтты айтып береді. Інісі де ертесіне нанды жерге шашып, қоқым түскен жердің бәріне ағаш қадап кетеді. Таңертең келіп қараса, ағаштары алтынға емес, сом темірге айналыпты. Ниетінде кінәраты бар інісі ақ жүрек ағасы сияқты бай бола алмапты. Нанның қоқымын қадірлеу туралы ғибаратты аңыздар Миғраж оқиғасында да айтылады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар Миғражға барғанда бір адамды көреді. Ол түйенің үстіне мініп алыпты. Қолында ұзын, инедей жұқа таяғы бар екен. Сонымен тау-тасты шұқып, бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін-әлсін бір құс келіп, оның басынан шұқып өтеді екен. Пайғамбар Жебірейілден: «Бұл кім, не қылған пенде?» деп сұрайды. Жебірейіл періште: «Бұл адам пәни дүниеде нанның қоқымын бей-берекет шашып жеген, ысырап, обал болады дегенді білмеген. Ысырапшылығы үшін Аллаһ тағала ол адамға мәхшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қоқымын түйенің үстінде тұрып бергізеді» дейді. Ал құс не үшін оның басына қайта-қайта шұқып кетеді? Ол нанның қоқымын таптап жүре беретін еді, жинауға ерінетін. Нанның обалы қара құсқа айналып, төбесінен осылай шұқып кетеді деп жауап береді. Пайғамбарымыз Миғраждан келгесін сахабаларына нанның қоқымын шашпау, теріп алып қастерлеу туралы өсиет айтқан екен. Осы өсиет бізге жетіп, қазақтар пайғамбар сүннеті деп нанды қатты құрметтейтін болыпты. Бертінге дейін қазақ арасында нанның қоқымын шашпаңдар, обал болады, құт берекені періштелер мен хордың қыздары нанның қоқымына жасырады. Қоқымды теріп жесең, бай боласың деген түсінік болған екен.